Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында палау дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сиырдың еті қажет болады. Қазанға май құямыз. Үстіне сиырдың етін салып, жақсылап екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне пиязды саламыз. Оны да қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне сәбізді саламыз да. Тағы 10-15 минутқа жақсылап қуырып аламыз. Палауда алғаш істейтін кісілерге енді көз мөлшермен жаңағы палау езіліп кетпес үшін менде 2 литрлік қазанға 3 кружка су құямын. Енді суымызды құйдық. Енді қазанда отын көбейтіп, жақсылап қайнатып алып, тұзын татымына қарай салып, жақсылап қайнатып алып, етіміз, яғни 2 сағатқа пісіріп аламыз. Үстіне сарымсақ, мейіз, қалауыңыз бойынша саласыз. Енді күрішті жуып аламыз. Оған, яғни 3 кружка суға 2,5 кружка күріш саламыз. Суымызды құйып жақсылап жуып аламыз. Мендегі камалина күріші езілмейді. Жақсы болып шығады, дара-дара болып. Міне енді күрішті салғаннан кейін отын көбейтіп, суын өзіне сіңіріп алғанша жақсылап қайнатамыз. Енді қасықпен ортасынан тесіп қоямыз, яғни демделу қажет. Бетіне пакеттик жабамыз, майлықты жауып, яғни өз буында пісу қажет. 30-40 минутқа қойып, пісіріп аламыз. Вуаля, біздің күрішіміз пісіп қалды. Мінеки көріп тұрғандай, күріштері дара-дара болып түскен. Етімізді алып турап аламыз дайындап. Ас болсын.